Баршаңызға сәлем. Бүгін 5 минутта жасалатын пиццаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен лаваштың қамырын алып, кетчуп майонезімізді араластырып, жақсылап жағып шығамыз. Әр қайсысын 4 немесе 5 қабаттан жасасаңыздар, өте керемет болып шығады. Енді салмамызды салатын боламыз. Мен 2 пицца жасаймын. Біріншісі колбасадан, екіншісі қызанақтан. Өздеріңіз қалаған салманы салып жасасаңыздар болады. Колбасаның үстіне сыр сеуіп, духовкаға салып пісіріп аламыз. Енді екінші пиццаны жасаймыз. Екінші пиццада лаваштың қамырынан жасалынады. Тек салмасы қана қызанақтан тұрады. Енді қызанақтарымызды жақсылап орналастырамыз. Оның үстіне сырымызды себеміз. Бұл пиццамызды духовкаға 5 минутқа салып пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің 5 минутта жасалатын пиццамыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Жасап көруге кеңес беремін.